сіздермен мен Жанерке Сағымжан министрліктің осы аптадағы айтулы жаңалықтармен таныстыратын боламын. Қазақстанда жол құрылысы жұмыстарында пайдаланылатын битумдардың сапасы тексерілуде. Жұмыстар министрліктің автомобиль жолдары комитетінің тапсырмасы бойынша орындалып жатыр. Көзделген негізгі мақсат құрылыс нысандарын, автомобиль жолдарын реконструкциялау мен жөндеу жұмыстарын сапалы битуммен қамтамасыз ету. Сондай-ақ сапасыз өнімдерді пайдалану фактілерінің алдын алу. 2021 жылдың қорытындысы бойынша елімізде сумен жабдықтау қызметтеріне қолжетімділік 96%-ды құрады. Бұл туралы үкімет отырысында индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі Қайырбек Өскенбаев мәлім етті. Сумен жабдықтау көрсеткіштері бойынша Алматы 99,1%, Атырау 99%, Қызылордада 97,8%, Маңғыстау облыстарында 96,2% әкімдіктері көшбасшысында тұр. Ауылдық елдер мекендерінде ауыз сумен қамтудың ең төменгі деңгейі Қостанай 74,9% және солтүстік Қазақстан облысында 83,5%-да байқалды. Минералдық шикізат базасын толықтыру, геологиялық зерделеуді арттыру, жұмыс істеп тұрған өндіріс орындарының шикізатпен қамтамасыз ету және жаңа өндіріс орындарын құру мақсатында министрлікпен жер қойнауын пайдалану құқығы беріледі. Бұл туралы 2021 жылдың қорытындысы бойынша бұл мақсатта 1700-ден астам лицензия беріліп, 800-ге жуық отандық юниорлық компания құрылған. Бүгінгі таңда жұмыс істеп тұрған өндіріс орындарын шикізатпен қамтамасыз ету үшін отандық бизнес өкілдері кен орындарының барлауы бойынша міндеттемелер алып отыр. Тасымалдаған жолаушылар саны былтырғы жылмен салыстырғанда 5%-ға артты. 2021 жылы бұл көрсеткіш 1,9 миллион жолаушыны құраған. Сонымен қатар көрсеткіштің 2020 жылға дейінгі өсуі байқалды. Өсім 17% құрады. Ағымдағы жылғы қаңтар-наурызда отандық әуе компаниялары ішкі желілерде 1,5 миллион жолаушы, халықаралық желілерде 500 мың жолаушы тасымалдады. Министр Қайырбек Өскенбаев жұмыс сапарымен Қарағанды облысына барып, өңірде салынып жатқан және өңдеу өнеркәсібіндегі іске қосылған жаңа кәсіпорындардың жұмыс барысымен танысты. Саран қаласында министр Каматайрес KZ жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің шина шығаратын зауыттың құрылыс барысымен де танысқан болатын. Кәсіпорын өкілдері министрді атқарылып жатқан жұмыстар жөнінде хабардар етті. Қазіргі уақытта зауытта 700 мың шаршы метрден астам алаңда қадаларды батыру, сондай-ақ темір-бетон бағаналары, металл конструкциялары мен сэндвич панельдерді монтаждау жұмыстары жалғасуда. Облыстық маңызы бар 760 км және аудандық маңызы бар 109 км жолдарға жөндеу және реконструкциялау жүргізіледі. Жұмыстар 68 нысанда, оның ішінде 4 көпірде жүргізіледі. Басымдықта облыс орталығын, сондай-ақ өңірдің ірі елді мекендері Батыс Европа, Батыс Қытай автомобиль дәлізін жалғайтын туристік бағыттағы жолдар. Атап айтқанда, Түркістан-Шәуілдір жолының 35 шақырымы мен Кентау жағынан Түркістан қаласына кіреберіс жолдың 24 шақырымы қайта жөндеуден өтті. Сондай-ақ Шорнақ, Майдантал, Жинек және Қарнақты мекендерін облыс орталығымен жалғайтын 100 километрге жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Қарағанды облысына жұмыс сапар аясында министр Қайырбек Өскенбаев Қарағанды, Балқаш, Бурылбайтал автожолын қайта жаңарту жұмыстарымен танысып, 1492-1517 шақырым аралығындағы учаскелердегі жұмыстарды тексерді. Бұл аралықтағы автожолды қалпына келтіру жұмыстарын Казгерстрой жауапкершілігі шектеулі серіктестігі айналысып келеді. Министр сондай-ақ China Hydro Corporation, SMS Construction, мердігер құрылыс компанияларының басшыларымен кездесті. Министрліктің осы аптадағы негізгі жаңалықтары осындай. Амандықта жүздескенше.